Сәлем, эфирде жұлдыздар құпиясы бағдарламасы. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Мұхит Сапарбаев. Бүгін біз танымал әртіс жұлдыздар емес, қарапайым адамнан жұлдызға айналған адамдар туралы айтатын боламыз. Экраннан алыстамаңыздар. Иә, өздеріңіз байқағандай, жұлдыздар құпиясы бағдарламасының тақырыбы инста жұлдыздар. Аха, дәл осылай Instagram желісі арқылы әп сәтте жұлдызға айналғандар кімдер және олар қалай жұлдыз болды. Толығырақ алдағы 15 минутта сөйлейтін боламыз. Алғашқы кейіпкеріміз Айна есімді ару. Әйгілі Instagram парақшасына шолу жасайық. Айна Instagram желісіне 2013 жылы тіркелген. Содан бері 382 пост жариялап, 177 мың оқырман жинап үлгерген. Ал өзі небәрі 292 адамға жазылған екен. Видео жазбалардың көбісі мынандай әзілге толы. Не так, что, например, на днях ко мне подошли такие две basic bitches и такие, блин, ты же это... Блин, как там ее звали? Мне кажется, я тебя где-то видела. А, я же это, в бане работала, на Алмара Самбарго бане. Сол жерден көргенсің ғой мен, наверное. 2 недели назад я побывала на одном казахском тое. И что меня очень удивило, то что на той были приглашены как родители, так и дети. Причем у каждого ребенка было свое официальное место. За всю свою жизнь вижу такое в первый раз, потому что на тое мы обычно ходили вот так. Я говорю, в этом году Новый год вообще не чувствуется. Вот прям вообще не чувствуется. Новый год вообще не чувствуется! Feels like everything you're saying with British English sounds much more classy than American one. Like, for example, yo girl, so what do you do in life? Well, I'm a professional drug dealer. Айна Instagram парақшасына осындай әзілдер ғана емес, ән салған видеоларын да жүктейді. Жұлдызға айналған арудың әндерін бірге тыңдайық. Say, last time I took my heart in his hands and said it tenderly. I'm in love with you, in love with you. I'm in love with you, in love with you, yeah. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Айнұр Нұрсүйет есімді алматылық келіншек те әдемілігімен, сәнқойлығымен Instagram жұлдызына айналған. Айнұр желіге 2014 жылы тіркелген. Содан бері 4643 пост жариялап, 328 мың оқырман жинапты. Ал өзі 128 адамға ғана жазылған екен. Инста жұлдызға айналған келесі сұлудың есімі Ая Шалқар. Алматылық Ая бойжеткен желіге 1389 сурет жүктеп, 428 мың оқырман жинаған. Ал өзі әрине 338 ғана адамға жазылған. Ая арудың суреттерін бірге көрейік. Аяның Instagram'на шолу жасасаңыз, оның видеоларынан әдемілігін ғана емес, өзінің жарасымды еркелігін де көруге болады. Байқап көріңіз. Чё? Поехали.
желіге құмар көбіне қыз келіншектер екені рас. Біздің кейіпкеріміз де жас ана, оның есімі Азиза Айбадулина. Азиза Инстаграм желісіне 3131 пост жариялаған, ал оның парақшасына қызығып жазылушылар саны 203 мың адам. Азизаның өзі 739 адамға жазылған. Азизаның суреттеріне назар аударайық. Негізгі кейіпкер ретінде ұлын ойнататын Азиза көпшілікке қызықты видеолар түсіруге әуес және үнемі сапалы видеолар ұсынады оқырмандарына. Сондай қызықты видеоларының бірнешеуін бірге тамашалайық. Всем привет! Нам недавно прислали вот такую классную куртку и зонтик. И говорят, что когда на них попадает вода, динозавры становятся цветными. И Денияр просит проверить, правда ли это. Pop a perky just to start up. Pop it, pop 2 cups of purple. Алло, мам, ты можешь там в моей комнате убраться, ладно? Ильдар, сделай мне массаж. Диня, мороженое мне принеси. Жігіттеріміз де қалыспайды. Инстаграмның нағы жұлдызына айналған Нұрлан Батыров желіге тек қызықты видеолар жүктейді. Оның парақшасына 1 миллион адам жазылса, өзі 5 ғана адамды оқып, 4394 сурет видео жариялаған. Батыровтың парақшасын бірге қызықтайық. Девушка, с 8 марта вас. Вы так прекрасны. Вы как байтерек, возвышаетесь над всеми девушками. Вы как астанинский ветер унесли мое сердце в сторону себя. Вы словно алматинские горы, на вас не устаешь смотреть. Вы словно павлодарские заводы, при виде вас мне тяжело дышать. Вы как каргандинский уголь, с каждой секундой мне становится все жарче. Я сравнил бы вас с шымкентским пивом. Все опьяняете и опьяняете меня. Вы как актауская, атырауская и уральская нефть. Я тону в вас. Вы словно актюбинский газ. Мне вас всегда мало и мало. Вы как Тарас, от вашей скульптуры не убрать глаз. У вас нет ни соринки, как в Кызылорде нет деревьев. Вы особенные, как чисто говорящий казах из Костаная, Петропавловска или как Считала. А как вас зовут? Не дейтін бөле. Қазақша сөйлемейсіз ба? Дым түсінбедім ғой. Мерекеңізбен! Инстаграм желісі арқылы жұлдызға айналған серіміздің бірі Димаш Әділет. 33 адамға жазылып, 477 мың оқырман жинаған Димаш осы уақытқа дейін 357 пост жариялапты. Серінің суреттеріне назар аударыңыздар. Димаш Әділет сурет қана жүктемейді, оқырмандарына қызықты видеоларда түсіріп көңіл көтереді. Зеріктіңіз бе? Бірге қарайық. I don't give a shit if it's the Queen of England. You come to me, you tell me everything. That's what goddamn loyalty is. Баха қақтасын хэштегімен танымал болған инста-жұлдыз болған Нағима Ахметованың инстаграм парақшасы да көпшілік үшін қызық сияқты. Себебі болған 285 мың адам жазылған. Нағиманың 284 фото видеосын тамашалауда, ал ашық бойжеткеннің өзі небәрі 385 адамға жазылған екен.
285 мың адам Нағиманы не үшін оқиды деген ой келді ме сізге? Ендеше қараңыз, бұл қыздың мынандай да өнері бар. Әзілі жарасымды қылықты қыздың видеоларын бірге қарайық. Все в твоей жизни хорошо и прекрасно, когда твой папа олигарх. Әдемі келіннің рөлімен танымал болған Әлия Байбосынованың жанкүйерлері тіпті артық. Сұлу бойжеткен қылығымен кез келгенді баурап алады. Әлияның Instagram желісінде 312 мың адам оқса, өзі 177 ғана аккаунтқа жазылған. Қылықты қыздың 234 жазбасы бар. Суреттер мен парақшаға шолу жасайық. Мен жаңадан бері сіздерге қылықты қыз деп бекер айтып тұрғаным жоқ. 312 мың адам да бекер оқымаса керек бұл қызда. Әлия Байбосынованың әдемі видеоларына назар аударайық. А как вас зовут? Таня. А меня Федя. Ерекше әзілдермен көзге түсіп, нәзік жандыларды баурап алған Ратбек есімді мына жігітте бүгінде инста жұлдызға айналған. Оның қызықты видеоблогтарын қарау үшін парақшасына 695 мың адам жазылса, өзі 505 пост жариялап, 490 адамға жазылған екен. Жұртты баурап алған жігіт кім? Суреттерін бірге көрейік. Суреттерінен ерекше ештеңе байқай алмадыңыз ба? Ендеше күлкіге қарық қылатын видеоларын тамашалаңыз. Ратбек қызықты видеоларын өзі де досының көмегімен де түсіріп жариялайды. Бірге көрейік. Малыш, как тебе эта футболка? Не называй меня так. Как тебе это, малыш? Не называй меня так. Не малыш я. Ну ладно, ладно. Примеришь? Малыш. Да не малыш я. Не называй меня так больше. Хорошо. Әдемі келбетін сақтап қалған мына келіншек Инстаграмда супер мамасита лақабатымен жұлдызға айналған. Сәнді киімі, тартымды келбеті мен үш баласы негізгі тақырыбына айналған алматылық келіншекті бүгінде екінің бірі біледі. Сіз де білесіз бе? Суреттерін қарап көріңіз. Сұлулыққа көз тоймай қалды ма? Ендеше қылықты келіншектің видеоларында қарай отырайық. Жил на свете тракторбай. Тракторбайдың болды другі Крекбай. Қысқаша айтсақ, Трахеке. А другының кличкасы Креке. Трахеке жүрет трактормен, Креке жер қазат крекпен. Екеуі жұмыстан кейін демалады. Бұғат етіп отключкіге кетіп қалады.
түнде бір рет келет әйелдеріне, әйелдері поджопник берет көттеріне, есіктен бір ұшып далада қонат, таңертең жұмысына қайта барат. Трахекеңнің әйелі гүл жапырақ, бірақ если что не то, бәрін жыртат. Күрекеңнің женасы қолтық гүл, өлген мысық қолтығынан ұрып тұр. Солай өмір сүрет екеуі жұмыс істеп, Трахеке жұмыстан кейін терезеден ұшып келет. Бірақ Күрекеңнің жолы ауыр болған, әйелінің иісінен қасқа марқұм болған. Әлеуметтік желіге тіркеліп, әзіл видеоларын салып жүрген Ха-ха шоулық жігіттерге биыл 2 жыл болған екен. 2 жылда тәп-тәуір аудитория жинап, үлгерген жігіттер міне мына серілер. Түсінем, суреттер әсер бермеді ме? Ендеше шегіңіз үзілгенше күлуге дайындалыңыз. Ха-ха шоулық жігіттердің қалжыңдары біздің эфирде. Алло, Арман, Зарина қайда? Қалай сенімен емес? 2 сағат болды ғой телефон өшіп жатқанына. Білейм, мамалар маған звондап жатыр. Таксиге? Сен қалай оны таксиге отырғызып жібересің жалғыз? Сен жігітсің ба, жігіт емессің ба? Мен уайымдап отырмын мына жақта, давай тауып бер маған. Я, мен ұйықтамайын, тауып бер. Жоқ, қалай? Блин, аварияға түсіп қалды, зорлап кетті деп айтпайсың ба? Так жылағысы келіп отыр. Уайымдасын, жыласын. Ой, ты зло, подружка. Мұндай топтардың ішіндегі ең атақтысы инста әзілдерінің шоуы. Инста жұлдыздар, Юфреймдік жастар. Юфреймдік топқа Инстаграм желісінде 3 миллионға жуық адам жазылған. Ал бұл топ 704 түрлі жазба жазып, әзілдермен бөлісіп келеді. Бірге қызықтайық. Девушка, это вам вот от этого столика. А это вам от джентльмена вон за тем дальним столиком. Ёб, Кангубас, ты где ходишь? Когда домой вернешься, а? А это вам вон от того столика. Міне достар, бүгін сіздерге көңілді адамдарды көрсетіп, қызықты видеоларды бөлісуге тырыстық. Жұлдыздардың құпиясы алда талай құпияны ашатын болады. Ал әзірге осы эфирде қайта жүздескенше сау бол.